оқушылар? Сәлеметсіздер. Отыра қойыңыздар. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын сабақтың тақырыбына көңіл бөліп алайық. Сабақтың тақырыбы разрядтан атамай, үштанбалы санды біртанбалы санға жазбаша бөлу. Бүгінгі сабағымыз бұл екінші сағаты. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына көңіл бөлейік. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты үштанбалы сандардың разрядтық және кластық құрамын және разрядтық бөліктерін жалпы санын анықтау, разрядтық қосылғыштар сомасына жіктеу. Жалпы бүгінгі сабағымыздың мақсаты түсінікті секілді. Оқушылар разрядтан аттамай бізге берілген үш таңбалы, яғни құрамды үш саннан тұратын үш таңбалы сандарды неше таңбалы сандарға бөлу, бір таңбалы сандарға бөлу. Қараймыз. Өткен сабағымыз бойынша жалпы разрядтан аттамай үш таңбалы санды бір таңбалы санға жазбаша бөлу тақырыбын өткенде бірінші сабағын өткен едік. Сол бойынша үй тапсырмасы берілді сіздерге. Дәптеріңізді алмасаңыз, қарай, қолдарыңызда берген көршілеріңізбен дәптерлеріңізді алмастырған болсаңыздар, қолдарыңызда бар осы белгі арқылы көршіміздің дұрыс жазған бірінші есепті не дұрыс емес жазғанын анықтап тексеретін боламыз. Жарай ма? Қараймыз. Бірінші есеп 421 көбейткіш көбейтілген 2 көбейткіш. Көбейтілгеннің мәні 842. Дұрыс па? Қане? Келесі 314 көбейтілген 2. Көбейтілгеннің мәні 628. Дұрыс па? 765 азайтылған 45. Азайтындының мәні 720. Дұрыс па? 321 көбейткішті көбейтеміз 3 көбейткішке. Көбейтіндінің мәні 963. Енді қараймыз. Үш таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу бар екен. Өткен сабағымыз бойынша көршілеріміздің дәптерін мұқият тексеруді қараңыздар. Тексеріп қараңыздар. 968 бөлінгішті бөлеміз 3 бөлгішке. Бөліндінің мәні 321. Келесі 842 бөлінгішті бөлеміз 2 бөлгішке. Бөліндінің мәні 421. Келесі 488 бөлгішті бөлеміз 4 бөлгішке. Бөліндінің мәні 122. Енді 684 бөлінгішті бөлеміз 2 бөлінгішке. Бөліндінің мәні 342. Тексеріп болған болса, олай болса, бүгінгі сабағымыздың екінші сағатының түсіндірілген видеосын қарайық. Бейне сабаққа мән беріңіздер. Өрнектерге қара. Қандай ұқсастықты байқадым? Бұл бөлу амалына берілген санды өрнектер, бөлгіш, бір таңбалы сан. Үшінші өрнек артық, өйткені бөлінгіш үш таңбалы сан. Сен мұндай өрнектерді бөлудің ауызша әдістерін қолдана отырып шеше аласың. Үш таңбалы санды бір таңбалы санға қалай бөлу керек екенін есіңізге түсірейік. Бөлудің ауызша әдісі қиындық тудырған жағдайда баған түрінде жазбаша есептеуге болады. Мұны білгенің дұрыс. 639 санын 3 санына баған түрінде бөлеміз. Бөлуді жүздіктерден бастаймыз. 6 бұл бірінші толымсыз бөлінгіш. Бөлінді мәніндегі цифр санын анықтаймыз. 3 цифр болады. 6-ны 3-ке бөлеміз. 2 жүздікті бөлімдіге жазамыз. Қанша жүздік бөлінгенін білу үшін 2-ге 3-ті көбейтеміз. 6 жүздік шығар. 6-дан 6-ны азайтамыз. 0-ге тең 0-ді жазбаймыз. 3 орнықты түсіреміз. Орныктарды 3-ге бөлеміз. Бөлімдіге 1-ді жазамыз. 3-ті 1-ге көбейтеміз. 3-ге тең. Қанша орындық бөлінгенін тексереміз. 3-тен 3-ті азайтамыз. Қалдық 0. 0-ді жазбаймыз. 9 бірлікті түсіреміз. 3-ге бөлеміз. 3 шығар. 3-ке 3-ті көбейтеміз. 9 шығар. 9-дан 9-ды азайтамыз. Қалдық 0. Бөлу аяқталды. Мәтін оқимыз. 213. Үш таңбалы санды бір таңбалы санға бөлу алгоритмін есіңе сақта. Бірінші толымсыз бөлінгішті тап. Бөлудің мәніндегі цифр санын анықтап. Разряд бойынша бөлуді орындап. Былай оқы. Жүздіктерді бөлемін, ондықтарды бөлемін, бірліктерді бөлемін. Жауабын оқы. Егер сен бөлудің мәнін дұрыс тапқанына сенімсіз болсаң, оны тексеріп көр. Ол үшін бөлімнің мәнін бөлгішке көбейтеміз. 213 көбейту 3. Баған түрінде есептейміз. Бір таңбалы санды үш таңбалы санның бірліктер разрядының астына жазамыз.
Бірліктерді көбейтеміз. 3 көбейту 3 тең 9. Бірліктердің астына бірліктерді жазамыз. Ондықтарды көбейтеміз. 1 көбейту 3 тең 3. Ондықтардың астына ондықтарды жазамыз. Жүздіктерді көбейтеміз. 2 көбейту 3 тең 6. Жүздіктердің астына жүздіктерді жазамыз. Жауабын оқимыз. 639. Бөлгіш және көбейтімінің мәні тең. Демек бөлу дұрыс орындалды. Оқушылар, бұл бейне сабақта келсіңдер. Қане айтамыз? Бөлдік, е? Жалпы қалай бөлу мәнісі туралы айтылды, е? Бірінші толымсыз бөлінгіште өткен сабақта ескерткен едім, е? Штамбал санының бірінші толымсыз бөлінгішін алып, оған штамбал санды бөлеміз. Бөлу арқылы бөле отырып, бөлігінің мәніне жаза отырып, ол өткен көбейтіп, астыңғы жағына азайту амалымен шығарып, нөлмен аяқтаймыз, е? Келесі, жалпы оқушылар бүгінгі сабағымыздың ары қарай тапсырмаларын орындамас бұрын ортаға бәрін шығамыз, дөңгеленіп тұрамыз, заттарыңды алып, кезетіп. Менің қолымда тұрған фигураларды алсаңыздар. Өздеріңізге ұнаған фигураларды аламыз. Бір жиын бойынша топқа бөліндік. Мына топтың жиыны 4 бұрышты, я? Өйткені қолдарыңызға сіздердің түскен 4 бұрышты фигуралар. Сіздердің қандай жиын? Көп бұрышты, я? Өйткені сіздердің қағаздарыңызда 4 бұрыш бар, я? Солай ма? Еді, келесі жиын қандай жиын болды? Шеңбер. Сендердің өйткені қолдарында шеңбер фигуралар бар түрлі, я? Енді оқушылар шайқасып болған болса, кәне? Шайқасып болған болса, бірінші тапсырманы қарайық. Қараймыз. Ұжымдық жұмыс, я? Жиындарға қараңыздар, кітаптарыңызда. А жиынға тиесілі болуы мүмкін фигураларды таңда. Сол фигураларда жазылған әріптерді ретімен оқы. Сонда сен осындай диаграммалардың аты берген ғалымның фамилиясын біле аласың. В жиынның элементтерін атап, тағы бір белгілі математиктің фамилиясын біле аласың дейді. Бірінші сыныпта, екінші сыныпта өткенде, әр математика сабағымыздың кезінде осындай диаграмма үйреніп келе жатырмыз. Біз көбіне жиын деп алады дейді. Дәл осындай А жиыны және В жиыны беріліп түркен оқушылар қараймыз. А жиынының ішінде қандай фигуралар орналасқан? Қарайықшы, А жиынының ішінде қандай фигуралар орналасқан? 4 бұрышты. Енді осы берілген фигуралардың арасында 4 бұрышты фигуралардың ішіндегі әріптер шыға қояйықшы, қолымызда барлар. Шыға қояйық. 4 бұрышты шыға қояйық. Қатар бойынша, берілген фигуралардың қатар бойынша тұрайық. Міне, бізде тағы да бір жиын бар. Ол шеңбер. Шыға қоямыз, ол әрпі. Кәне? Ортаға тұрамыз. Қандай сөз шықты оқушылар? Эйлер. Яғни А жиына тиесілі жиын жинақтаған кезімізде диаграмманың аты берілген ғалымның аты кім болды? Эйлер болды. Яғни Эйлер веб диаграммасы деген Эйлер осындан шыққан екен. Келесі ғалыммен таныс болайық. Математиктің фамилиясын анықтайық. Келесі шеңберде отыра қойыңыздар. В жиынын қараңыздар. В жиынында не байқадық? Көп бұрыштар бар, я? Шеңбер бар, 4 бұрыш бар, я? Яғни бұл жиын қалай әртүрлі пішінмен тұра бір жиын болып тұр. Несімен бір жиын болып кіріп тұр, я? Фатима? Өйткені оның барлығының түсі қандайды? Қызыл түс отыра қой. Кәне, В жиынында лайықты фигуралар шыға қоямыз. Қызыл фигуралар шыға қоямыз. Кәне. Көрсете ойында. Қандай сөз шықты оқушылар? Оқып берейік.
диаграммасы. Яғни атақты математигіміздің фамилиясы кім болды? Бен болды. Енді оқушылар, жаңағы шыққан жиында да, осы жиында да бізде қай оқушы көп шықты? Али. Да? Яғни әрпі көп шықты. Сонда А жиыны мен В жиынына ортақ қайсы болды? Жиыны болды. Түсімен де және оның фигурасымен де отыра қойыңыздар. Түсінген болса, келесі тапсырмаға қараймыз. Келесі тапсырмамыз, бірінші тапсырмамыз. Бірінші тапсырмамызда баған түрінде есептелейік. Дұрыстығы тексерілейік. Топқа бөлгенде емес сіздерге мынадай қағаздар беремін. Сол қағазға есепті, дәптерлеріңізге есепті алыңыздар. Әлдені дәптермен жұмыс жасаймыз. Екінші тапсырма орындаймыз. Орындап болғаннан кейін не істейтіндеріңізді айтамын бұл қағазды. Кәне тезет орындаймыз. Азғардай есеп екен, тез орындаймыз. Кәне болды ма? Болған болса қараймыз. Кәне кім оқып береді маған? Кәне кім оқып береді? Кәне ал аян оқып береміз. Бірінші есепте оқи ғой. Бірінші көбейткіш 320. Дауысын шығарып оқимыз. Бірінші көбейткіш 323. Екінші көбейткіш 2. Бірінші бірліктерді көбейттім. 3 көбейту 2 тең 6. 6 санын бірліктердің астына жаздым. Ондықтарды көбейттім. 2-ні 2-ні көбейттім. Тең 4. 4 санын ондықтардың астына жаздым. Ондықтарды көбейттім. 3 көбейту 2 тең 6. 6 санын жүздіктердің астына жаздым. Көбейтіндінің мәні 646. Жарайсың, отыра ғой. Кәне, енді Фатима, сен оқып бері қойшы. Бірінші көбейткіш 24. Көбейтемін. Екі көбейткішке. Бірліктерді көбейттім. 4 көбейтем 2. Тең 8. Ондықтарды көбейттім. 2 көбейту 2. 4. Жүздіктерді көбейттім. 1 көбейту 2. Көбейтіндерінің мәні 248. Отыра ғой. Кәне, кім оқиды? Кім оқиды? Бөлгіш 844. Дауысын шығарамыз, әне басқын сұрып айтамыз. Бөлгіш 844. Ал бөлгіш 2. Бөлгішті бөлемін бөлгішке. Тең болады 422. Жарайсың еді? Нұргүл, сен оқи бересің, оқи ғой. 482 бөлінгіш бөлемін 2 бөлгішке. 4 бөлінгішті 2 бөлгішке бөлемін. Тең 2. 2-ні 2-ге көбейтемін. 4 жүздіктің астына 4-ті жазамын. 4 жүздіктен 4-ті азайтамын. 0-ді жазбаймын. 8-ді төменге түсіремін. 8-ді 2-ге бөлемін. Тең 4. 4-ті 2-ге көбейтемін. 8-ден 8-ді азайтамын. 2-ні түсіремін. 2-ні 2-ге бөлемін. 1-ді 2-ге көбейтемін. Тең 2. 2-ден 2-ні азайтамын. Тең 0. Бөлдінің мәні 240. Оқушылар бұлай болса, бәрін қарап болған болсақ қараймыз деп қараймыз. Мына жерде не байқап тұрсыңдар? Вен диаграммасы. Бөлу жиыны және көбейту жиыны. Қараймыз. Жаңа берген есептің мәндерін жасамыз. Бөлдінің мәнін мына жаққа, көбейтіндінің мәнін мына жаққа жасамыз, жарай ма? Және осы есепте өздеріне ортақ не болды? Екі жиынға да ортақ қандай нәрсе? Соны түсіріп жазамыз. Және маған құрбам айтып береді. Кәне тездетеміз. Боламыз. Кәне тездетеміз.
Қане? Айтамыз Нұртілек? Кәнеке, бұл. Көбейтінді жиынын айтайын деп жатыр, тексеріп отырамыз, тыңдаймыз. Көбейтінді жиынның ішіндегі сандар қандай сандар? Топтан көмектесетін оқушылар бар ма? Ашық айтам. 248. Дұрыс па? 646 және 248 дұрыс па? Жазамын. Енді үшінші топ сендерге айтатын осы екі топқа орта екі жиынды бір-біріне қосатын қандай нәрсе? Таптыңыздар ма? Қандай? Тұра ғой. Қандай нәрсе? 2 деген сан. Неге бұл екі есепкеде ортақ 2 деген сан? Иә, есептің бөлінгісі де, көбейткішісі де не болды? 2 саны болды, иә? Жарайсыңдар, отыра ғой. Ортақ нені? Жаза ғой.